Біреулерге болғанымен айдала, бас ниет тәуетеді бардана. Ұлабайды дүниеге әкелген, құдіретіңнен айналайын сардала деп. Қазақтың ұлы даласында дүниеге келген, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойы құтты болсын. Әке, біз бүгін сабақта Абай Құнанбайұлы туралы өттік. Мұғалім бізге ақын туралы түрлі мәліметтерді біліп келді тапсырды. Балам, биыл Абай атаңның 180 жылдық мерейтойы өтуде. Жалпы Абай атаңнан қалған насихат, өсиеттер өте көп. Бүгін өрді біліктілікті арттыру орталығының жетек маманы Ақжарқын Райымбек қызының ұйымдастыруымен үлкен іс-шара өтуде. Сонда барып көрейік. Көрейік. Асыл сөзді іздесең Абай доғы ерімге, адалдықты көздесең жатқа тоғы көңілге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқылы. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта барқылы. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір ялшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді өзіне, ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп, енді екі ортың. Абайдың қара сөздерін сыншылдық, ойшылдық, көбіне адамгершілік мәселесіне арқау болған өсиеттеуге болады. Бәрінің жалпы түйіні адам болу. Абай халықтың жолын жастанып, кемел жолға бастар жолды іздеді. Сол жолда аянбай тер төкті. Өз заманның адамдарының жақсы не жаман қасиеттерін бейнеледі. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайра, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Адам дүниеге екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам, тән құмары, біреуі білсем, үйренсем, жан құмары. Ол адам Абайдың армандаған, аңсаған мақсат мұраттарының ең асыл қол жеткен асқар шыңы. Абайдың даналығы қазақтың ұлттық рухының тұғыры. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбай. Бұрын соңды қазақ даласында мұндай ақын болған жоқ. Абай деген терең теңіз, алып мұхит. Абайды таныған сайын оның түбіне маржандарын алу үшін терең сүңги беруім керек. Ал мен оның бетін ғана қалқып алдым. Абай өз отанының соң алтыны. Абай қараңғы заманда шырақ жатқан шамшырақ. Абай әлемнің құлағынан әні кетпес кемеңгер. Уақтан кіріп қойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең мен сүйсін.
Бүгінгі іс-шара маған қатты ұнады. Балам, ұлы ақын туралы не білдің енді? Абай Құнанбайұлының ұлы ақын, композитор, ағартушы, философ екенін білдім. Ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқандай, асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе. Адамдықты көздесең, жаттап тоқы көңілге деген. Абайды оқи білсең, болашағың жарқын, келешегің анық болмақ. Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойы